Құрлықтық хоккей лигасында қатарынан 4 рет жеңілген Барыс хоккей клубының жергілікті Авангардпен өткізген кездесуі сәтті аяқталды. Тартысты өткен матч 2-4 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бас бапкердің міндетін атқарушы Евгений Корешковпен шыққан елордалықтар есепті алғашқы болып ашты. Шайба авторы Римарев. Бірінші кезеңнің соңғы минутында айдын иелері сапынан Куляш көзге түсіп таразы басын теңестірсе, артынша Пережогин мергендігімен танылып, командасын алға шығарды. Алайда отандастарымыз өткір шабуылдарды үдетіп, ойынды өз тізгініне алды. Нәтижесінде Найджел Доуз дубль автор атанса, Бойттың соққан шайбасы матчқа нүкте қойды. Осылайша астаналықтар 17 ұпаймен 9-ші орынға көтерілді. Қазақстандық Татьяна Машкова мен Ирина Цимбалова жағажай волейболынан Қытайда өтіп жатқан әлемдік додада 9-ші орынды еншіледі. Топтық кезеңде қыздарымыз америкалық ұжым Ирен Эстер мен Кейтлин Ледомен кездесіп, 2-1 есебімен жеңді. Ал жарыстың ширек финалында жерлестеріміз қанша тырысқанымен швейцариялық жұп Цумкер мен Хайдрикке жол берді. Осылайша байрақты бәсекеде қазақстандық жұп жалпы есепте 9-ші орынды қанағат тұтты. Енді волейболшыларымыз қазанның 1 мен 4 аралығында Гонконгте өтетін Азия біріншілігінде бақтарын сынайды. Катар жерінде қазан айының 5 мен 15 аралығында өтетін бокстан әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды. Ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов әлем біріншілігінде қолғап түйістіретін боксшылардың тізімін жариялады. Олар 52 келідегі салмақта Олжас Сәттібаев, 56 келіде Қайрат Ералиев, 69 келіде Данияр Елеусінов, 75 келіде Жәнібек Әлімханұлы, 81 келіде Әділбек Ниязымбетов, 91 келіде Василий Левит пен аса ауыр салмақ дәрежесінде Иван Дычко.